Сәлем достар, міне біз бүгін жұмыстардың бәрін бітірдік. Әділ видеоны интернетке салды, тамақ ішіп алдық. Бізде 1-2 сағат бос болды. Сондықтан біз кешкі пазлдың екінші бөлімін түсіреміз. Кеше Әділдің түсін жұлды. Қалай болды оның бәрін айтып берейін. Мен жұмыстан келдім. Әділ диванда отыр, бетін ұстап, түңірейіп қалған, настроениесі жоқ. Ертең видео болмайды деді. Мен айттым, қалай? Тісім ауырып тұр, дұрыс сөйлей алмаймын. Анау мынау деп мен оған айттым, видео болады. Видео болады дедім. Ары қарай не болып тұрған міне мына жерден көріп тұрсыңдар. Достар, осындай барлық қызықты сәттерді сіз біздің инстаграмнан көре аласыз. Puzzle TV деген о жерге міндетті түрде жазылыңыз. Сіздерге лайк басамыз, көрермендеріміз суреттерін көреміз. Қандай бізде көрермендер барлығын танысып отырамыз сол жерде. Комментарийлерін жазыңыз, суреттерді бағалаңыз, сол барлығы сілтемелер астында болады достар. Енді барлығыңыз онлайнда көріп, бағалап, соған жақсы баға беріп жүрсіз. Енді сол осы видеода кішкене соған кадрға түспей қалған сәттерді, қызық сәттерді көрсетейік. Енді көріңіз, міне қазір қоямыз. Қызық болу керек. Қой. Мама, пожалуйста, протонуш. Егер менің кітабымдағы кеңестерді қолдансаңыз, сіздің қаржы табысыңыз осы диаграммадағыдай Таяқ жейіңді тұрма? Өміріңді өзгертетін оң кітап. Созылып кетті. осындай видеолар мақалаларды интернетте көп көрген. Мақалаларды интернетте көп көретін шығар. Чё? Жатыр. Запись болып отыр. Біздің пазл арнамызда 100 000 көрермен асып кетті. Соған орай біз жақында арнайы видео жасаймыз, өткізіп алмаңыз. 100 000 жазылушымен байланысты бізде барлық көрермендер құттықтап, сообщение, комментарийлер жазып жатыр. Құтты болсын 100 000 деп сообщениялар толып кетті ВКонтакте. Біз барлығына міндетті түрде жауап береміз, кішкене сәл күте тұрыңыз. Осылай бізді құттықтап жатқаныңызға біз шын жүректен қуаныштымыз. Ешқашан бізді соншалықты көп адам құттықтаған жоқ. Айтар сөзім жоқ достар. Рахмет сіздерге осылай құттықтап, бізді қолдап жүргеніңізге. Біз айтар сөзім жоқ достар. Рахмет сіздерге. Сол 100 000-ға орай біз міндетті түрде видео түсіреміз. Және Алмаз айтып кеткендей, біз оны қазір түсіріп жатырмыз, түсіру процестеміз. Оны Puzzle каналында көре аласыз, Алла қаласа. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыз. Ешқашан өткізіп алмайсыз сонда біздің видеоларды. Уже барлық білетін шығар қоңыраушаны басатын. Сондықтан өткізіп алмаңыз достар, жақында болады. Комментарийлерде, сообщенияларда адамдардың көбі сұрап жатыр. 100 000 болдыңдар, кнопка не болды, кнопка қайда деп. Күміс кнопкасы. Осы YouTube-тың кнопкалары жайлы айтып берейін. Жақында уже 5-6 жыл бұрын болды. Енді жақында деп айта алмаймын, уже 5-6-7 жыл мүмкін, точно білмеймін, қанша жыл болып қалды. YouTube өзінің YouTube'дағы каналдарға еңбекті бағалау ретінде блогерлерге, каналдарға 3 сый береді. Ол біріншісі 100 000 подписчикке күміс кнопка, миллион подписчикке алтын кнопка, және 10 миллионға бриллиантовый кнопка береді. Оны күміс кнопкасын алған кезде қалай болады? Бір канал 100 000 подписчик жинайды. Мысалы, міне бізде 100 000 подписчик толды. Содан бізге бір сообщение келеді. О жерде біз өзіміздің данныйларымызды, әртүрлі өз жайлы мәліметтер толтырамыз. Оларға жібереміз. Ол сообщение кімдерге YouTube администрациясынан жетеді. Ол сообщениемен олар оқиды, заводқа бір заказ береді. Сол заказ арқылы кнопка жасалады. Ол кнопка Ұлыбританияға кетеді. Мысалы, біз Қазақстанда тұрамыз, Қазақстанда, Ресейде, Украинде, Қырғызстанда мысалы тұратын адамдарға күміс кнопкасы алдымен Америкадан, неге
Ұлыбританияға жетеді, Ұлыбританиядан содан бірақ бізге жетеді. өз елдеріне жетеді. Иә, Ұлыбританиядағы бір екі логистикалық компания бар, олар бізге Қазақстанға сол кнопканы жібереді. Бірақ жібермей тұрып, бізге тағы да бір сообщение жібереді, ол жерде біз анкетаны толтырамыз, сол анкета қайтадан оларға келеді. Содан кейін бірақ бір 2-3 ай өткеннен кейін бірақ ол логистикалық компания бізге Қазақстанға сол кнопканы жібереді. Сонда ғана біз сол кнопканы алып видеоға түсіре аламыз. Өзіңіз көріп тұрсыз, сол кнопканың жолы, кнопканың сапары өте ұзақ болып кетеді. Ол сен бәрін уақытында істеген өзінде ол 2 айдан 4 айға дейін мүмкін созылады. Солай мүмкін 2, мүмкін 3, мүмкін 4 айдың ішінде біз сізге кнопканы көрсетеміз. Ол әлі дұрыс дәлел емес, өйткені бізбен қатар әлем бойынша көптеген адамдар 100 мың жинап қалды. Ол очередь болады, әлі не болады, ол біз әлі нақты айта алмаймыз қашан келеді. Бірақ ол міндетті түрде келетіні ол анық ол. Сондықтан күтіңіз, Алланың қалауымен бізге де сол күміс кнопка жетеді. Міне сол сұрақтың жауабы осы. Міне достар, бүгін осындай видео болды. Сізге ұнады деген ойдамыз. Ал біз қазір үйге барамыз, ұйықтаймыз, ертеңгі күнге дайындаламыз. Жарайды онда, сол достар сау болыңыз. Амас сөйтті, қайтайық.